Бәрекелді достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай және де Достар, бүгін бізде өте керемет контент. 24 сағат самолетта тамақ жейтін боламыз. Құрметті көрермендер, өткенде біз 24 сағат пойызда тамақ жейміз деген видео көп оқырманның көңілінен шығып көп қаралым жинағаннан кейін Енді біз ойлана отырып самолеттан неге түсірмеске дедік. Олай достар, бүгін сол күн, сол сәт туып отыр екен. Ендеше сол видеоны түсірген жатырмыз. Ал ендеше видеомызды бастайық. Кет. Жалпы құрметті көрермендер, 24 сағат самолеттан тамақ жейміз деген қалай? Жалпы айтқанда біз басқа жерден тамақ жемейміз, тек қана самолеттің ішінде тамақ жейтін боламыз. Короче айтқаныңызда, тамақ жеу үшін самолетқа мінеміз ғой, баяғы пойыз сияқты ғой. Бір жаққа ұшып барып келеміз ғой, бір сөзбен айтқанда. Алдында естеріңізде болса, біз 24 сағат пойызда тамақ жейміз деген кезде, біз 24 сағат тек қана бір направлениеге барған болатынбыз, естеріңізде ма? Бұл жолы бір жаққа барып, қайттан қайтып келетін боламыз. Қайда барамыз, не істейміз? Олай болса көп сөйлемейік, қараймыз да билет, көреміз да. Қайда барамыз? Достар, бонус беттен бонус түсті. Сіздерге дәл осындай SMS келді ме, онда тез-тез өз бонустарыңызды алып қалыңыздар. Толыққанды сілтемесін бекітілген комментарий қалдырып кетемін. Менің промокодым жазып тұр келсеңіздер, сіздер де дәл осындай 140 000 теңге бонус алатын боласыздар. Олай болса барша сәттілік тілейміз. Мост әрдайым өз жеңістерін беруге дайын. Алтай, олай болса достар, мінекей біз далаға шықтық. Қайқа бір тамақ жесек болады бүгін. Астанада жер қалды ма тамақ жейді? Соны айтамын, поезда да жедік, ресторан, столовый. Барлық жерде. Даже заправкада тамақ жедік. Ол да бар екен ғой. Қай жерде тамақ жедік? Сонымен, короче, достар, видео тақырыбын көріп тұрғандарыңыз, бүгін біз енді тамақ жеу үшін самолеттен бір жаққа ұшуымыз керек. Қайда барсақ болады? Қайқа билет бар? Ашшы, көрейікші. Тамар, бір жаңалықтар шықты, естідің ба? Қандай? Алматы жаққа арзан болып отыр билет. Да, көрейік та. Мына барса, бүгінге 13 000, ертеңге 11 000, 13 000 теңге дейді. Все, бүгін қасы кеттік. Астана, Алматы 13 000 теңге бір екен. Күн алып жатсың арасы. 12:25 ба? Иә. Сағат неше болды? 10:47. Кеттік. Еркекші үлгереміз, а? Үлгереміз. Болды, алып жатыр. Ішілі сатып жина. Удастан жүрші маған? Да, давай. Fly Арыстан сағат 12:25, бізде сағатымыз достар 10:48. Почти бізде бір жарым сағат бар. Или кет такси шақыра беремін, жолда аламыз. Мен уже алып жатырмын, өзіме алып қойдым міне. Да? Уже ма? Сәл жайда. Сен удастан жүрсің ма? Фотокамера мен де алайыншы. Болды, такси шақыр. Сен шақыра берші, мен ала салайын қазір. Такси шақыр. Так, 12:25 рейс қой сол, иә? 70 алды деген сол ма? Иә, дәл өзі. Все, болды, алдым. Короче, мен де алдым. 12:25. Уже ма? Родной слишком тез батқан жоқтан бәрі. Короче, кеттік онда. Завтра ішу үшін әшін Алматыға ұшып бара саламыз ба не? Ұшып барамыз, ұшып келеміз бұл. Әшін ұшат аламыз ба не? Отырған кезде обратный билет ала саламыз да? Нормал такси? Кеттік. Отыр, дамы. Болды, брат, аэропорт па? Айда. Сразу достар кеп, короче, регистрация өтіп алдық. Екеуміз билеттерімізді алдық. Аварийный ба? Аварийный, иә. 12Е, 12F. Билет жағынан алдық қой, сұрасам, короче, айтады. Самолет толмаған дейді, прикинь, көріңізші. Татаво толмаған, әлі билет бар самолетқа. Так, енді істейміз. Ақша шешеміз да. Бізде қазір етпесе әуеге ұшқан кезде сет ұстамай қалады, кәсіппен төлей алмай қаламыз. Сол себепті достар ақшаны наличка алып алайық. Сол кезде тамаққа смело наличка төлей беретін же. Андай болмайды да, карточкамен төлеп отқанда дұрыс өтпей жатыр. Давайте тогда не надо деп, сонша ұшқанымыз бекер болады да. Біз тамақ жеу үшін ұшып жатырмық, былай самолеттен қызық емес бізге. Просто біз әуеде отырып тамақ жеуіміз керек, короче. Қарны ашып жатыр жай. Қайткенмен де сағат 10. Обычно завтрактар біз 9-8-де шытсаймыз ғой, негізі 10-нан асып бара тұрмыз. Обедтің уақытында біз завтрак ішіп жатырмық почти. Жұрттарға обед болса, бізге завтрак. Ең басты достар, қарны ашты уже. Ас сосын достар, короче, біз қазір Fly Арыстанға баратырмыз ғой. Қайдарға короче бар ғой, бір Ер Астана Амая. Что бұл жаңағыдай? Әртүрлі авиакомпаниялардан тамақ жеу үшін ғой. Сөйтейік, барады Ер Астананың тамағын көреміз, барады Fly Арыстанның тамағын көреміз, қайтарда Ер Астана ма, может, скат па, соның тамағын көру керек қой. Аварияға бекітіп қодырып алдық. Мына жерде ғой, короче. Жүрдің бір жақшы да? Кең. Бірақ мына қатты кең емес екен. Басқа кәдімгідей кең болады ғой. Аяғында смело бүйтіп отыратын же. Мына жерде сәл арық болған. Мынау арқамыздан келсең қарашы. Бұларда аварийный выход екеу екен да. Если біреу болғанда кең болар еді. Не дейсің? Взлетаем. Самолетіміз ұшайын деп жатыр, құдай қаласа. Немен тақтың ба? Пристегнитесь, мы взлетаем. Айтып қойдым. Самолетіміз достар биікке көтеріліп алды. Енді короче тамақ жеген деп жатыр. Что там, не жейміз? Бізде меню бар екен, Арыстан кафе. Бөлек екен, а? Қанша бет бар қарасайшы. Бір, мына жақ фастфудтар. Донер, бургер. Бұны енді күнделікті өмірде жеп жүрміз. Самолетте жегенде қате болады. Мына жақта міне о, ыстық тағамдар. Вот самолет Fly Арыстанның тағамдары. Жеп көрейікші қалай болады екен. Қайсынан жейсің, дамыр? Рататуй дейді, қарашы. Мультик деген емес па?
мен мынаны жегім келіп тұр. Да? Рататуйды ал, мыналар сладкий, иә? Екі ақ түрі бар екен, иә. Мен мынаны алайын, короче. Жоқ, мынау тәтті емес, мынау блинчики с курицей, ішінде тауық ет. Етпен, түрлі ғой. Блинчті обычно тәттімен жей беремін болғанбыз. Мынаны алайын да. Брокколи бар, жей аласың ба? Жей береміз. Терияки тауық еті дейді. Не, рататуй. Бағалар, 4,5 дейді бірген. Енді... Ішуге, что там? Бір кофе аласылайық. Мен кола ішемін. Кола жезім ба? Кола бар. Барша бекта, напитоктар. Енді еще өзінің киімдері бар екен. Жап. Көрсіп вообще қандай? Ұстап отпасам бұл бала кетіп қойын деп тұр. Мынау ше? Кола? Кола ішемін. Лимонад бар екен. Тәтті, альбини жеймін. Альбини? Ой, сен менің көзім қызырын деп тұрсың ода аман. Талқан бар екен, жесің ба? Қойшына? Талқан. Дау талқан көздік. Мені қазір енді тренировка отырған 100 күндік челлендж білесіздер ғой. Сол себепті маған қазір тәттіні, фастфудтарды, намен сиясында назария жемеу керек. Ал Чина досымен көзім қызарайын деп жатыр. Қаланымыз беріп келіп жатыр. Выбор көп екен бірақ. Да? Нормально. Мына жерде де мынандай варианттар бар екен, қарасай міне. Сайтпен заказ береді екенсің. Аспандық сайтпен заказ бересің ба? Тез заказ етіп тұр ғой. Алдын ала заказ етіп тұрсың. Все. Еще достар, бір рахат жері. Біздің қасымызда ешкім жоқ қой, екеуміз ғана қой. Нан да столын қолдана береміз. Өзіміз де столды ашып қоямыз. Заказ ала беремін, саған бере беремін, сен мына жаққа жинай берсең. Өзің тамағың өзің алдыңа? Жоқ. Өзің тамағың. Мына жерге общий сладкийлерді қойыздық. Алда достар, менде тамақтарымыз келіп жатыр. Мен тамағым қалды, короче, ыстықла келіп жатыр. Аттак міне Чинаға қараңдар. Ыстық па ғой? Бізде темірмен, короче, фольгамен әкеп берді. Оны қойып беріңдерші, Чинаның мынаған десерттерін қарасыңдаршы. Мынау үшін. Ішінде тауықтың еті. Айтпақшы, жаңа, короче, рататуй деген жоқ екен, соның орнына Чина мынандай блинчикті ала салды. Чина досынан бастайық. Бізде қасыр блинчика бәрі бар. Флайерстан ағашпен екен, негізі осындай ағаш қасықтар дұрыс деп айтады ғой. Бұрын соңдан естер кезінде ағаш қасық қолданған. Вот досым ресторанда адай жеп жатсың, құдай-ай. Ішінде тауықтың еті бар екен. Точно тауықтың еті ма? Қалай болды екен? Біз андай блинчикті ше әбден қаймақпен, тәтті вареньемен, сгущенкамен жеп үйреніп қалғанбыз да негізі. Етпен. Етпен қалай болады екен? Әкетіп отыр ма? Бөлек па? Бұрын соны жеп көргенсің ба негізі? Коласы бар ғой. Палуан. Осымен көзі қызырмай еш бүгінгі видеода өтініш. Көзі зорға ұстап отырмыз. Біздің сол мынандай барсай, диетический тамақтар. Талқан, шай, тамақ, қантсыз. Зор екен бірақ мынау үшін. Еркекшіліктен дәмі зор. Кән. Зор, Нормально. Білмеймін, бір организм бірақ қабылдай алмай жатыр, ше. Если көзінен жұмып бар ғой, блинчик жеп жатқан жоқпын деп елестететін болсаң, нормально. Блинчик екенін осознанно түсініп тұрсаң, бір түріп кеткен болса, ше. Аш болсын, намыр. Бар. Құдай беріп жатыр бүгін досымның. Мен диетада болғанына рахат болды бұған. Қандай мен арамызда біріміз артта жатсақ, біріміз семіретін болдық қой примерно. Ал біз достар мына жерде, короче, жаңағы шай, атқандай деді. Ягодный шай, короче. Түбінде қасындашы, ягода сияқты бірдеңелер жоқ түбінде. Уж жоқ болғансың ғой. Тасын жай досым. Ас болсын, палуан. Десерттері бар. Нағырсындашы, Қазақстан, Хелли. Короче, қолымызға примерно бір 10-15 күндік наличка ашып шыққанымыз ғой. Тур ровно жетті ғой. Ажандар 1000 теңгені как етеміз дача. Дача жоқ не істейміз деген еді. Берім мелочтарынан деді ғой Чина примерно. Сөйтті ровно 15 күн деген жарып алдық, короче. Яқта чегі тұр. Осы орда неға тастай бер. Мадин тамағы әлі келмеді. Походу, Мадин тамағы ұзақ дайындалынатын тамақ қой. Зато свежий, да? Тамақ керемет жеді, талқан тұра берген де. Негізі талқан десерттік тамақтан кейін жейтін нәрсе емес па? Енді мына жерде Мадин қарны ашып тұр, не істейміз уже? Завтрак сағат уже 12 болды. Мадин қасығың үлкен екен бірақ. Ұзақ екен, өзімен бірге комплектте келді ғой. Талқаны бөлігі екен, орехпен. Бүйтіп шешіп жей берсей. Еще сүт берем ғой. Лайық па? Тәпсізден қасып, тәпсізден қалай ше бересің ба? Сказка болды ма? Талқанды сүтпен бүнчет жеп көретін білген. Ана жерде сұрады бізде сумен ба или сүтпен ба деді. Сүтпен дедік, енді сумен қызық емес сияқты ше. Талқанды сүтпен жеп көргендер бар ма? Менің кайфым түсініп отырсыңдар ғой. Анау ыстық деп әкелді. Ұстама деді ғой. Қара, бушқатқа жақындап қарсай. Қара. Көрінді ма? Палуан. Етін дәмі күшті. Қандай жақпа келді, бүйтіп мына жерге төсеп қоятын, алдыңғы төсеп қоятын. Сен образға кіріп кеттің уже, Мадин что-то. Шетел. Тәлпіш. Тәлпіш емес, шетел. Сен сияқты қасықпен, пышақпен бүйтіп жемейміз біз. Бәрінен бұрын мана еті қызық болады. Курица, терияки. Штық. Уже Алматыға келіп жатырмыз, достардан қарап. Точно? Уже Алматыға.
Где-то бір 15-20 минут боламыз. Еще ыстық па? Төбеде айналдырды деп па? Көмектесіп жібермесең болмай жатыр. Соясын, қытайский соя сияқты. Ыстығы ойнап. Ыстық па? Бірақ ертім дәмі күшті. Ауыз босамады ғой бүгін. Ыстық тамақпен шай. Қазір біреулер айтады, мына таяғын атсап ши деп. Сразу іше берейші осылай. Бөлек екен ол. Сен обычный шайға қарағанда компотқа келеді ме дәмі сондай компот сияқты. Достар, мадидікінде тура сондай шай ягодный. Дәм мощный екен, е? Ойынша достар қант қосып жатыр ғой. Қандай қанттарын алған. Аның қарсы, бір емес екі қант сабаған. Қантпен қалай болды екен? Қантпен зор. Қантпен көзің болса болсын да. Теріс қарап жүрші досым. Аппетитті жемеш бүгінше тәттіні. Әкет отыр, әкет отыр. Тәтті шаймен тәтті жодам. Айбы, тамыр. Шында қаттан семіріп отыр десіңдер мені? Обычный пример жемдерге. Мынаның бәрін сол жерге қараңдар. Тамақ алсаң уақыт өзі өтпейді екен, е? Обычный бір жарым сағат жемді ше. Отырып алып кетеді ғой, қашан жетеміз деп кетесің ғой. Қай тамағымыз келеміз дегенше. Оказывается, қонып отырып қойшы алматыға. Тез-тез жесең жерің жемесең короче құлайды қазір тамақтар. Нағыз диетический тамақ деп айтады ғой. Осы ғой мен маған керек. Бұл короче қарын тойдыратын, бірақ ешқандай қалды көп қоспайтын тамақ қой. Қалды калория. Ал так достар, мен дастарханға қараңыздар. Уже бәрін жеп қойғансың ғой. Орап уже мусорға жинап қойдым, алмадидікі. Тамағым бітті. Енді талқан жіберсем болады. Мен талқан шесін. Жесем ше. Ше бер. Жесем ше. Сен сұйығы дедің, қою емес. Сұйық болса шесін. Аңара. Çoğdan mal. Kinosun Madi, kino. Жемейсің ба не пішіп жатсың? Бұлақ бітеліп қалды, короче, самолет уже түсіп жатыр. Ал біз жеп біттік, заттарымыз жинап, уже қоқыс салып жүріп жатыр. Нормально ма? Қарым бірақ терісті қойды. Иә? Маған самолетті тамақ жеген ұнады. Ұнады ма? Жылан бет қайтты ма? Алматы жақындап қалып тау көрінейін дедім ей. Бұлттардың үстіне ұшып барамыз. Тау көрінбейді. Ана қайыққа тау. Сып тамақ ішеміз деп сып кеттік қой. Әндерін қосып қойдық. Welcome to Алматы. Ар жақтан атпен өтіп жатыр екен. Таулар көрінбейді. Таулар көрінбейді. Ал завтрак үшін Алматыға келдік. Енді обратно ба? Қазір аламыз. Обратно билет қарайық сразу. Так, в общем, короче, аэропорттың ішіне кіріп алдық. Енді обратно билет іздейміз. Так, Алматы Астана. Бүгін бізде үші. Ішіне бүгін билет бар дейді. Тұрғын не? Ер ресторанмен барайық та мені. 16:35. 16:35. Көреміз да? Көреміз? Мына жерде күтіп отырамыз ғой, бір жарым сағат. Қай ресторанмен келдік, ер ресторанмен қайтамыз, короче. Кетеміз да? Алматы Астана. Алматы Астана, ер Астана. 16:35. 25. Все? Tamam. Bir adam ayırmalısın ya. İyi dostlarım. Bana sana 15 bin, 13 bin aldık koş ya. Тамақ әденде болды да. 25 мың болғаннан кейін может ішіне тамақ кіреді. Жоқ, ер астана по-любому тамақ кіреді ішіне. Сол үшін қымбат болып тұр ғой. Болды, ала берейік та. Болды. Ер астананың өзінің готовый тамақтарын жейміз. Бұл жолы, значит, біз заказ бермейміз да, өзі дайын алып келген тамақтарын соны жейтін боламыз. Не бар, соны жейміз ғой, короче, түсіндіңдер ма? Бағана біз менюлар таңдадық қой, ананы аламыз, ананы алмаймыз деген сияқты. Бұл жоқ, онда жоқ. Бергенін жейміз. Соның өзінде көрейік, ер астана тамақтары қалай екен. Кеттік па? Так, болды, мен билет алдым. Сағат неше болды қазір? Сағат бізде 2:30. Примерно 2 сағаттан кейін уже. Так, ондай соң менекей біз қазір аэропортқа келдік. 2 сағат уақыттың ішінде не істедік? Қалаға барып, бір жолығатын адамдармен жолығып келдік. Короче, военный академияда оқитын досымыз бар. Енді шыға алмайды, просто сол жаққа бардық та жолығып не қылып келдік. Оның негізі видеоға дым қатысы жоқ, сол түсірмедік. Так, олай болса, аэропортқа келіп біз регистрация өтіп қойдық. Енді достар, қазір бізде сағат 1 сағаттан кейін, болмаса 40 минуттан кейін отырғызу басталады. Ал енді біз қазір регистрация өтіп қойдық. Енді ішке қарай кіре берсек болады. Еще достар, Эйр Астананың уже интерес қолап қойдық. Тамақ бере ма, бермей ма, обязательно тамақ беріледі деді. Астана Чимкент кетіп бара жатыр. Мына жағы Астана. Все. Осы жерде күтеміз достар, мына жерде зал ожидания. Енді самолетқа мінген кезде бірақ көрсетеміз. Кейбір адамдар аэропортта жүрген андай жерге ұзыннан жатып ұйықтап жатады ғой, сондай адамдар түсінбейтін. Күтеміз да. Біз сияқты адамдар. Кішкене созылып аламыз да. Біз келген кезде де қақиып отырып келдік, қайтарған кезде де қақиып отырып қайтасың, андай бір отырар надоелашып кетті да. Жаңағыда таксимен де отырып бардық, таксимен отырып қайттық. Қалай? Жат осылай. Короче, кішкене демалып алайық, самолетқа отырған кезде көрсетеміз. Сосын Эйр Астананың тамағын көреміз енді. Так, достар, маған бір ұнағаны, сол завтрак, обед қылдырып әйтеуір бір тамақ жедік қой бағана. Сол тамақ маған кәдімгідей ұнады, тойымды болды. Бірақ от души заказ бердік. Чимкент, продам Чимкент.
Шымкентіміздің стюардесса қыздардың өздері уже қанда бар да көрдің ба? Шымкент бір адам. Самолетқа адам жинап отыр ғой. Андай болып жатыр да уже. Олар бір адам келмей, бірақ семеро одного не ждут дейді. Самолетта андай келмей ма, кешіге ма, болды 1 минутке кешіксе де уже ұшып кете береді ғой, уже көресің ба? Ана ішінде бортта адамдар толық. Вроде брондаған кезде адамның ішінде бортта адам толық та, бірақ мінген кезде адам жетіспей жатыр, сол сөйтіп сөйтіп айтып жүр ғой. Сол бір адам беймарал жүр да. Бәрі күтіп отыр. Ол ана жақта бір асықпа. Шай жеп, кофе жеп. Шай ішіп демекші кетіп бір шай ішамадық қой кофейнядан. Ей, Тамыр? Кофе ма? Бізге болмайды. Бүгін бізде видео тычу, только самолетта тамақ жейміз. Болды. Сен ұмытып кеттің ғой деймін. До того су ішпей жүрмін ғой, мен білесің ба? Су ішесің болатын шығар енді Тамыр. Су болмайды. Бәрін только самолеттің ішінде жейміз. Ал так достар, мынандай поездка өмірінде бірінші рет. Таңертең міндің, кешке қайтып жатсың. Ешқайда барып қалаға бір шығып келдік болды ғой. Достар, адам деген жинап жатыр. Короче, мініп жатыр. Қайтар Ер Астана. Самолет. Ер Астанаға әдейі алдық, себебі ішіне тамақ включен уже. Ер Астана тамағын көрейік. Может, бардың кухнясы бөлек па? Білмейміз, оны қазір бірге көретін боламыз. Олар сөздер көп сөйлемейік, самолетті жайға салайық, одан кейін дальше больше көреміз. Кеттік. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Чина. Мына орындарды көрдің ба? Возможно, келесіде 1 жылдыз самолет, 5 жылдыз самолет. Болады. Дайындал. Орел и Решка. Кімнің бағы жанады екен. Ал так жайғасып алдық. Ең соңғы орын орындыршы. Артында ешкім жоқ, короче. Достар, сіздерге бір факт айтайын. Өзің айтшы досым. Телевизорда бірінші рет қой. Телевизор мынандай самолет да, короче. Чина досым бірінші рет. Менде бір 3 рет па, 4 рет болды енді, короче. Чина досым бірінші рет. Откройте дос. Тілек-тілекшіне. Армия досын, крышечек. Ал, бисмилля, ұштық кетті. Ұшқаннан тамақ сөйлеп отырмыз. Жақсы, ұшып ана келмеді ғой. Ал, достар, короче, ұшатын жерден ұшып алды. Біз қазіргі таңда қараңыздар 9383 метр биіктікте и 750 км сағаттан кетіп бара жатырмыз бірге. Міне бастап жатыр. Сразу, короче, столымызды бүйтіп ашып, дайындай берейік. Уақыттан бұрын Қазақстан шоколад бекті да. Влажный салфетка. Обычный салфетка. И обычный круглый салфетка. Короче, осы тамағымыздың бәрін алып алдық. Ер Астанада бір пиш соңға. Қараңыздар, мынандай бір пицца ма? Бір пицца вариант, и мынандай вариант. Хот-дог па, сэндвич ащы. И қасына ішуді әрқалай біз бір шаймен бір андай алдық, короче, сок. Томатный. Мен енді сахар, андай нәрсе қолданбай тұрмын ғой, желательно. Одан кейін шаймен жетін мынандай берген. Пирожок. Пирожки, ну? Пирожки. Короче, тамақ жоқ екен бірге. Я понял, перекус ғой жай. Қайшы перекус? 3 сағаттықтан бастап тамақ береді екен уже бұлар. Даже сатып алсақ болмайды. Болмайды. Флайерстан ай. Флайерстан. Енді өйстіп енді амалдаймыз. Жүрек жалғау ғой. Зато біліп жүреміз. Менікінде пицца. Асы болсын ал. Бізде достар 24 минут уақыт қалды. Уақыт аралар қысқа дейді да. Сосын тек қана жүрек жалғайтын тамақтар беріп отыр. Картошка мен жұмыртқа. Да? Жама, жама. Тамақ болсын, мен дұрыстың шамайтын жаңағы көресің. Нет, томат. Өз әдемі еді. Так, пиццасы, колбасамен, сырмен, помидор, соленый огурцы. Не деген пиццаның аты мынау? Кім біледі? Онда әйтеуір басқа жерден тамақ жеп отыр. Сол ғой басты. Ожидание реальность болып қалды. Ожидание реальность. 24 мыңға біз Ер Астанадан Америкаға деген ойлағанбыз ғой бір. Жоқ, негізі бұрындар мен ұшқаннан басын. Кәдімгідей тамақ беретін бұрында. Білмеймін, қазір өзгеріп қойған ғой, значит, біраз болды. Короче, достар, қарны ашылмаған наны 2 істеп жеп қойладым ғой. Ай, тамақ жай-жай. Все, достар, шошып кетпесін. Достар, міне картадан қарасақ қарағанды үстіне өтіп бардық та. И вот, короче. Уже почти 20 минутта Астанада болдық. Канатмен Астанаға қарасы самолетпен 20 минут екен. Машинамен 1,5 сағат, пойызбен 4 сағат. Сондай болды. Көп ішсе осыны ортасынан кесіп, басын ашады, негізі ортасынан бүйтіп бөледі ғой. Осы сахар жайында факт етейін менде бір енді. Осы сахарды осылай шығарған адамдардың жаңа бүйтіп басын бүйтіп кесіп шайға қант қосатқанын көргеннен кейін өзін-өзіне асып қойып көреді. Яғни сонда не естіген болады. Асы шығарған кезде жаңағы Чина сияқты ортасына бөліп төгу керек та. Самолет түсіп жатыр. Лампы терілмеді. Тұрады да, үш жатырында тамақ жеп алайық. Әйтеуір десерт бар екен тамақтан кейін. Өзіміздің любимый Қазақстан шоколады. Ер Астана настолько патриотный ше. Ыдыстарының бәрі оюмен, шоколадтары, сладкалардың бәрі Қазақстан. Егер де нормально лайк жинасыңдар осы видеоға 5 жұлдыз мен 1 жұлдыз түсіруге болады. Иә. Енді Бұл кезде бизнес, фотолог да? болып жүр, иә. Дастархан нормально.
Енді ол видеода 5 жыл бизнес класста ол жерде первый, второй, салат, дастархан бәрін толтырады ғой. Шынар, короче, бір емес үшеу. Соктың екеуін, шайын, мені біреу ғана қосып. Маған ең қатты ұнағаны кино көріп отыру осы ғой. Потолок негізі кино көріп. Тамағы сән қызық болған жоқ болса. Тамағы қызық болмай қалды. Дозы. 24 сағат кинотеатр неде. Самолеттен кино көру емес бұл саған. Жоқ, сондай видео түсірсең. Все, короче, жеп алдық достар. Мыналар қатаға асығыс жеп, светтерді өшіріп тастап, жинаңдаршы мыналарды деп жатыр. Болыңдаршы тезде самолет қонайын деп жатыр. Ремендерін тағыңдаршы. Қош тез деп жатыр. Тамақты күтіп, жеп бітемін дегенше уже кеп қалады екенсің, да? Тамақты соғында ішіп тағын сол. Сен қардың ашып шөлде қапсың сен бала. Міне өзіміздің Астанамызға да кеп қалдық достар, қараңыздар. Астана жап-жарық қой. Қаланың жарықта соншалықты аспаны жап-жарық қой. 3 минуттан кейін қонамыз. Мен шештік онда. Бәрі орнынан тұрып отыр. Біз ең соңғы тұрғанымыз ғой, короче. Ең соңғы шығамыз. Бәрі шықпасын, шасықпашы. Чина, короче, киноның бітуіне қанша қалды? Әлі 1,5 сағат бар. 1 сағатын көрдім. 1 сағаттан кейін 1,5 сағаттан кейін шығамыз. Достар, мына қараңыздаршы. Бизнес класс. Осында түсіру керек қой келесі жолы. Отырып күтейікші, может, жоқ столар. Сау болыңыздар. Астананың осы жері жақсы да. Далаға шығып автобус мініп жүрмейсің же. Сразу коридормен. Кететін кезде коридормен кеттік. Келгенде де коридормен кіресің ғой. Алматыда ше. Алматыда Барған кезде автобус, қайтқан кезде автобус. Самарда не повезло? Жоқ, түсінемін да, егерде. Чимкент сияқты анандай коридор жоқ болса ше. Алматыда коридор бар ғой. Неғып коридормен кіріп шығармайды? Білмеймін ғой. Или енді өздері нестыковка ма, білмейміз ғой енді о жағын. Что-то сол жақ қиын. Андай багажымыз болмаған қандай рахат қараңдаршы. Багажым болса күтіп тұрасың. Бізде багаж жоқ, тек мынандай қасымызда мынандай короче не бар. Сразу мына жерден шығып кете береміз. Ол достар, мінекей өзіміздің үйімізге де Астана қаласына жеттік. Келдік, бірақ бір түрлі екен, е? Бардың? Келдің? Андай кремик тауыстырғанда бір түрлі негіз. Так, жалпы құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видеомыздың басты мақсаты не? Әрине біз жалпы бір күндік өмірімізді тек тамақ жеу үшін самолетқа мінуіміз керек болған. Барада міндік, қайтадан келдік. Жедік. Жақта да жедік. Барарда плотно. Барада плотно, зоры болды. Fly Арстанға респект. Хотя бы ше негізіміз Air Астанада. Хотя меню қосып қойса. Меню қосып қойса, қайта дополнительный өзім сатып алатын да. Жүрек жалғау үшін емес, мен ойлағам қазір. Біздер білесіздер ғой. Жетсеңіз деп ойлаймыз. Ана қайтар кезде соңына қарап, плотно дастархан жаятынымыз бар еді ғой бір ше. Сөйтіп ойлаған едік, оказывается, каталогын басында көрсетіп қойыппыз. Солай да ма? Таңертең. Ол құрметті көрермендер, дәл осы видео сіздерге ұнаған болса, өліптеріңізді аямай басыңыздар, ардақ жаздыңыздар және де комментарий, керемет пікірлерді қалдыруға ұмытпаңыздар. Ол осы кереметтей көңілмен біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше Аман сау болыңыздар.